Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Үй жағдайында табиғи йогурт жасайтын боламыз. Йогурт амин қышқылдарына, дәрумендерге, кальцийге бай болып келеді. Йогурт ас қорыту жүйесін, ішектерді токсиннен қорғайды. Йогурт жасау үшін сүтімізді жылытып аламыз. Сүтіміз 38-40 градусқа дейін жылы болуы қажет. Банкамызға жылы сүтімізді құйып, 3 ас қасық табиғи йогуртымызды алып, сүтіміз біртекті болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Сүтіміз жақсылап араласқаннан кейін йогуртымыздың бетін жауып, жылы жерге 7-10 сағатқа қоямыз. Біздің йогуртымыз дайын болды. Осындай өте дәмді йогурт шығады. Және йогуртымызды клубникамен әсемдесек болады. Блендердің көмегімен клубникамызды йогуртпен араластырып қоямыз. Міне бізде осындай табиғи йогурт шықты. Сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.